Пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем? Пияздың қабығы бірталай дертке дауа. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Сізге таңсық тақырып болса, төмендегі жазбаға назар салыңыз. Пияздың қабығы ірі дәрумендеріне калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркекті қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі, ауруларын емдейді. Шаршауды қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді. Терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымды реттейді, варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырау құлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады әрі жылтырлығын арттырады. Қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық сақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, ісінуді болдырмайды.